Microsoft Office негіздері символдарды қосу. Сіз белгілі бір мәтінді жазып жатырсыз деп есептейік, және де жазу барысында сізге қандай да бір арнайы символдарды қосу керек болды. Осындай қажеттілік туындаған кезде біз вставка бөліміне барамыз. Осы жерде символы бөлігі бар. Басамыз. Символ. Басатын болсақ, бізге бірнеше символдардың тізімі шығады. Мүмкін сіз математикалық пи немесе бета сияқты, альфа сияқты белгілі бір белгілерді немесе перпендикуляр белгісін қосқыңыз келген шығар. Алайда сіздің іздеген белгіңіз бұл жерде болмаса, ең соңындағы другие символы батырмасын басу керек болады. Батырманы басқан кезде бізге арнайы терезе ашылады. Осы терезеде қажет болуы мүмкін символдардың барлығы берілген. Көріп отқандарыңыздай, символдар өте көп. Символдар көп болғандықтан, олардың ішінен қажеттіні тезірек тауып алу үшін бізде арнайы меню бар. Осы менюдің ішінен белгілі бір топтағы символды тауып алуға болады. Мысалы, денежный единица, яғни әр елдің ақша бірлігінің символын тауып алуға болады. Немесе математикалық операторлар сізге қажет болуы мүмкін. Дельта сияқты, мына жерде сумма, яғни қосынды, жуықтап теңестіру, тағысын тағы. Сіз алдында қолданған символдар бөлек қатарда тұр. Осылардың ішінде кез келгенін қолдану үшін сіз символдың үстіне басып, вставить батырмасын бассаңыз, сіздің мәтініңізге таңдаған символыңыз түседі. Символдың мәтінге орнағанына көз жеткізу үшін біздің терезені сәл қозғалтсақ болады. Міне, біз 2 рет осы тильде белгісін қойған екенбіз. Сонымен қатар, осы ашылған терезеде арнайы белгілер беті бар. Соған басатын болсақ, әдетте жиірек қолданылатын белгілер тізімі тұр. Мысалы, авторлық құқық белгісі, қорғалатын белгі, тауар белгісі сияқты арнайы белгілі бір белгілер осы жерде тізімі берілген. Сонымен қатар, осы белгіні бірден жылдам қолдану үшін қандай батырмалардың көмегімен осыны іске асыруға болатыны жазылған. Мысалы, авторлық құқық белгісі Alt, Ctrl және латын әліпбиіндегі C батырмасын басқанда шығады екен. Енді осы символды осылай вставить деп емес, осы жылдам батырмалардың көмегімен қойып көрейік. Alt, Ctrl, C. Көріп отырғандарымыздай, арнайы символ біздің мәтінімізге келіп орнады. Сонымен қатар сіз тек қана жалғыз символ емес, бүтін бір формула немесе бір теңдік жазғыңыз келді деп есептейік. Бізде арнайы уравнение бөлігі бар. Осы жердегі батырманы басатын болсақ, бізге бірден жиі кездесетін формулаларды дайындап қойған. Егер бұл формулалар сізге аздық ететін болса, сіз қосымша формулаларды қолданасыз, немесе жаңа теңдікті қосу деген батырманы басып, өзіңіздің формулаңыз жаза аласыз. Бұл жерде сізге көмектесетін арнайы символдар бар. Сонымен қатар белгілі бір құрылымдар бар. Мысалы, бөлшек. Бөлшекті қойайық. Бізде алымы және де бөлімі бар. Белгілі бір әріптерді жазу арқылы алымына белгілі бір мәтінді, бөліміне белгілі бір мәтінді жазуға болады. Сонымен қатар келесі бір құрылымды осыған қосып комбинация жасауға болады. Мысалы, ары қарай біз дәрежені қойғымыз келеді деп есептейік. Қоямыз. Мысалы, x-тің 3-ші дәрежесі деген сияқты. Осылайша құрылымдарды ұйымдастыра отырып, сіз өзіңіздің формулаңызды жаза аласыз. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сабақ түсінікті болса, келесі сабаққа өте беріңіз.